Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 37-ші сабағын өтетін боламыз. Уақыт туралы не білеміз? Дыбыстардың үндесуі дейді. Балалар, олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Ертегіні тыңда. Балалар, ертегінің тақырыбы қандай екен? Таңды іздеу деп аталады екен, иә? Бір адам өз жұмысымен алыс сапарға аттанады. Қараңғы түсе бастағанда бір үйге жетіп, қонуға рұқсат сұрайды. Үй иелері қонақты құшақ жая қарсы алады. Алайда олар кешкі тамақтан соң бір жаққа жинала бастайды. Мына қараңғы түнде қайда барасыздар? Деп сұрайды жолаушы. Біз таңды іздейміз, деді үй иесі. Олар қолдарына бір бос қап ұстап үйден шығады. Соңдарынан қонақ та кетеді. Бірнеше сағат өткенде алаулап таң ата бастайды. Бір кезде әлгілер қаптарын ашып, таңның жарығын қапқа салған сияқты қимыл жасап, артынша аузын буып кері қайтады. Олар үйге қайтып оралғанда таң да атады. Үй иелері қаптарының аузын ашып, оны сілкіп жібереді. Таңдана қараған жолаушыға: "Біз таңды алып келдік, өзіңізге айтып едік қой", дейді олар. Қайтар жолында әлгі қонақ инабатты үй иелеріне бір әтеш алып келеді. Бұл құстың аты әтеш. Оның бірінші шақырғаны таң әлі алыс дегені, екінші шақырғаны таңның жақындағаны, ал үшінші шақырғанда таң өзі аулаға кіріп келе жатады, дейді жолаушы. Сол кезде әтеш кукареку деп шақырып жібереді. Үй иелері оны қабылдап алып, жолаушыға алғыстарын айтады. Балалар, бұл Бразилия ертегісі екен, иә? Енді төмендегі сұрақтарға назар аударамыз. Ертегі не туралы? Ондағы негізгі ойды анықта дейді. Балалар, ертегі жаңағыдай жолаушының қонақ болған үйінде көрген оқиғасы туралы, иә? Басынан өткерген оқиғасы туралы. Және де бұл жердегі негізгі ой: барлық нәрсе өз уақытысымен болады, иә? Таң да өзінің уақыты келгенде атады. Енді ертегі неліктен таңды іздеу деп аталған деп ойлайсың? Өз пікіріңмен бөліс дейді. Балалар, ертегі неліктен таңды іздеу деп аталған себебі: үй иелері тамақ ішіп болған соң, кешкі тамақтарын ішіп болған соң, қолдарына қаптарын алып, таңды іздеуге аттанады, иә? Неге? Сол себепті мәтін ертегі таңды іздеу деп аталған. Келесі екінші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Секунды жоқ, тық-тық еткен, есесіне қыт-қыт еткен, қанаты бар, сағаты бар. Балалар, бұл жұмбақтың шешуін не деп ойлайсыңдар? Секунды жоқ, тық-тық еткен дейді. Яғни сағатымыз тықылдап жүреді, әр секунд сайын тықылдап соғады екен. Яғни бұл сағат емес екен. Есесіне қыт-қыт етеді екен, қанаты бар екен. Ол әрине әтеш, иә? Бізді таң ертең оятады, таңның атқанын білдіреді екен. Енді үшінші, сөздерді оқып, көшіріп жаз дейді. Басшы, теңізші, түнгі, көкжиек, сөнбеді, жанбады, орынбасар. Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Балалар, біз бұл жаттығуды түсіну үшін төмендегі ережеге назар аударуымыз керек. Ережеде былай айтылған: қатар тұрған дауыссыз дыбыстар бір-біріне әсер етіп, айтылуды өзгереді. Мысалы, жауынгер деген сөзде н мен г екеуі де қатар тұр, иә? Олар екеуі де дауыссыз дыбыстар. Яғни олар айтылу кезінде өзгереді екен. Яғни жауынгер деп жазылады, жауынгер деп айтылады екен. Және мына сенбі деген сөзде де н мен б екеуі де дауыссыз дыбыстар, иә? Олар екеуі қатар тұрғандықтан бір-біріне әсер етіп айтылуы өзгереді екен. Яғни сенбі деп жазылады, айтылғанда нымыз мға ауысып сенбі деп айтылады екен. Мына үшінші жаттығудағы сөздерде де дәл солай. Басшы деген сөзде бізде с мен ш екі дауыссыз дыбыс, қатар тұр. Бұлар да бір-біріне әсер етеді екен. Яғни басшы болып ауысады екен. Теңізші деген сөзде де дәл сондай. З мен ш екеуі де дауыссыз дыбыстар. Айтылу кезінде теңізші болып, яғни з шға ауысып кетеді екен, өзгеріп кетеді екен. Түнгі деген сөзде де дәл сондай. Н мен г дауыссыз дыбыстар. Олар екеуі қатар тұрғандықтан бір-біріне әсер етіп,
түнгі болып ауысады екен. Ыңға ауысып кетеді, иә. Көкжиекте де к мен ж екеуі де дауыссыз дыбыстар, ол екеуі қатар тұрғандықтан бір-біріне әсер етіп көкжиек деп ауысады екен. Және келесі сөнбеді деген сөз сөнбеді деп жазылады, айтылған кезде сөнбеді болып айтылады. Жанбады болып жазылады, жанбады болып айтылады екен. Орынбасар деген сөз орынбасар деп жазылады, орынбасар деп айтылады, яғни ға ауысып кетеді балалар, иә. Енді 4-ші жаттығу тыйым сөздерді көшіріп жаз дейді. Күн батар алдында ұйықтауға болмайды, өйткені бұл жаман ырымға саналады. Үйге кешке немесе түнде кеш жарық деп ену керек. Балалар, мына сөз осындай тыйым сөздеріміз берілген екен. Осы сөздерді тыныс белгілеріне назар аударып, жаңағыдай көшіріп жазамыз балалар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта сендерді асыға күтетін боламын балалар.